Hoş geldiniz Айбат мырза. Ассалаумағалейкум. Иә. Қалайсыз? Жақсы. Кездесу күшті өтті дейді, 5-6 сағат. Иә. Иә. Енді сол 5-6 сағатқа ұласқан кездесудің әдемі сурет видеоларды дайын екен, көріп алайық. Студияда Жасұлан мырза әдемі гүл шоқтарымен. Саламатсыздар, қалайсыздар? Күшті. Бұл керемет гүл Тимадан. Тима? Әдемі екен раушан гүлдері. Енді. Жоқ, сағын. Жоқ. Қазір енді құшақтасам болатын шығар еді. Гүл беріп, сол сәтті пайдаланып. Жарайды, рахмет гүліңізге. Мөлдір, ұнады ма гүл? Иә, Диана ханым, рахмет, көп Тима, өте қатты ұнады. Әжептәуір жігіт тежегішке айналып бара жатыр, қымбатты көрермен. Боп тұрады, Тима боп тұрады. Ал жарайды, енді мына жаққа қайтадан оралайық. Бұл өзіңіз бастасаңыз кездесу жайлы. Диана ханым, кеше эфирден шыққаннан кейін өзі күтіп алды. Одан кейін біз тамақтануға, ең бірінші киноға бардық. Кинодан шығып тамақтануға да бардық. Біраз кездесу болды. И сол жерде, киноға билет алдық та. Кейін бізде 1 сағат примерно бос уақыт болып қалды. Не істейтінін білмей, торговый центрда мен киім қарап кеттім өзімен. Мен қазір бір жаққа өзім жұмыстармен шығып кеттім ма, білмеймін, жоқ болып кетті бұл кісі. Мен түсінбей қалдым, жарайды, жоқ болып кетті деп. Енді түсінбедім да. И киім қарап жүрсем, біраздан өзім хабарласым, қайдасыз десем, қазір бір жұмыстарым болып қалды деп келді. Келсем, гүл алып қойыпты маған. Жолдың ар жағына барып, торговый центрда қандай болса да қатты көңіл ғой, приятно болды маған. Сөйтіп екеуміз киноға бардық, кинода кәдімгідей, бірақ кино ұнамаған сияқты, ұйықтап қалды ма, маужырап отырды ма, білмеймін. Өзі айтты әкетсе, кино туралы түсінбедім. Иә, Айбат мырза. Бізде мынандай мәселе болды. Осы арадан шықтық. Мен негізі мұнда келетін кезде ұялы телефонымда бір 40% ғана болатын. Осы бағдарламадан мені көріп, туысқандардың барлық шулап жатыр дейсіз ғой. Иә, 7 адам бәрі шулап жатыр. Бәрі қоңырау шалған. Енді шықсам, ұялы телефон 20% ішінде. Мәссаған. Енді қазір қызбен серуендеу керек, бір жерде төлемақы төлеу керек деген секілді. Шамалы керек, шамалы ыңғайсыздан болып қалды. Сөйтіп, жаңа сауда орталығына барып, киноға дейін 1 сағат бар. Сосын енді ұялы телефон бір жерден күштеп алу керек. Сондай жер іздеп кеттім, негізі. Қарындасым кіріп кетті да, бұл ішке. Мен өзім сыртта қалып қойдым. Енді біліп тұрмын ғой, қазір ол кісі шығып мен араласам, ұялы телефоным отырып қалса, қиын болады. Жағдай болады. Өйткені алдыда тамақтанамыз, жүреміз андамында. Сөйтіп, жаңағында бір қарындасым тұр екен, жаңа әтір сататын. Сол кісіге барып жалындым, айттым, күштеп алайшы деп. Сол сәтте күштеп алғанша, сосын далаға шықтым да, охранадан сұрадым, күзетшіден. Гүл сататын жер қай жерде бар деп. Жолдың ар жағында бар дейді да, сауда орталығында бар екен. Сол жаққа жүгіріп барып, сөйтсем телефоным жаңа іштен ұмытып кеткенмін ғой. Мәссаған. Немен төлеймін енді? Сөйтіп қалтамнан жаңа ақша іздеймін. Жоқ. Қалтамда ақша бар екен. Бар ма? Иә. Сол бар ақшама айтым, мына ақша бар менде. Беріңізші гүлді. Аналар кәдімгідей мұрын тыржитады. Сөйтіп барып гүл алдым. Сол барып гүлімді алып келдім. Сөйтіп уақыт өткізіп, жаңағы бұлбұлға барып жаңағы бір сән келтіретін заттар алдық. Сөйтіп жүріп, өзіне бір жиде таңдап қойған екен. Иә, сол жиде соңғы несі қалыпты. Үлгісі дейм ма, соңғы пішені қалыпты. Ол киімнің. Сөйтіп оны алмадық, біз негіз кетіп қалдық. Кетіп қалдыңыздар? Иә, кетіп қалдық. Сөйтіп бүгін сол кісінің несін барып,
сол сауда орталығына барып жаңағы мен алғым келді, алып студияға алып келгім келді. Сөйтіп жұмыстан шықтым, жұмыста менде жазылып қалған адам бар еді. Соны тез бояп, тез шашын қырқып, таксиге отырып жаңағы жерге бардым. Жаңағы жерге барып, соңғы алған несін алып, несі күттім, кезек тұр. 7-8 адам тұр толып. Енді мен уақытқа үлгермей жатырмын. Сосын екінші тұрған адамға барып айттым. Өткізіп жіберіңізші дедіңіз бе? Мына кісі мынаны төлей салыңыз, мен сізге жібере саламын. Иә деді. Ол кісі төледі, мен алдым. Сөйтіп бұлбұлға мынау деп фотоға жібердім. Алғанымды айтқан жоқпын. Мен бұл кісіге айтқам, аламда тік қызып қойып қоямын бір жерге депші. Сөйтіп айттым. Мен негіз алып келгім келді. Сөйтсем, бұлбұл ана жерінде бір жібі шығып кеткен екен. Жиден. Жібі шығып кеткен, сол ұнамай қалды. Сосын мен айттым, жарайды қайтара салайын, онда ұнамаса дедім. Басқа түсі маған да ұнамады. Өйткені басқа түсін алсам, мен ол кісіні ашпайтын еді, сол түс ол кісіні ашатын еді күшті. Дина ханым жаңағы кофтаны осы ма деп жібереді да, сосын мен көріп қойдым да, жақындатып қарасам, мына жақта жібі шығып кеткен, уже тілініп кеткен ба, білмеймін, мынаның жібі шығып кеткен ғой деп сразу көріп қойдым, айтсам, мен енді байқадым дейді да. Сөйтіп, оказывается, кері қайтарым жасаған ба, білмеймін. Иә. Жалко. Көзі өткір екен бұл кісінің. Мен байқамадым, ана жерде бір жібі шығып кеткен. Бірақ оны сіз қалай қайтардыңыз, өйткені оны басқа біреу сатып алды ғой? Сөйтіп, оның қызықтың бәрі алды ғой. Иә. Сөйтіп, ана кассаға барып, өзімше мынаны қайтарайын деп едім десем. Түр жасап бардыңыз. Иә. Сөйтсе алмайды. Ана кісі айтады, жоқ, алған адам оны қайтарады дейді. Иә, солай заң бойынша. Иә. Бір кезде ана кісіні іздеймін. Бүкіл 3 этаж бойынша іздеп жүрмін. Оны қалай іздедіңіз? Сөйтіп, қалай іздедіңіз? Жүгіріп жүріп іздедім, түрін жаттап алдым да. Мәссаған. Сөйттім да, іздедім да, ең соңында құрсын дедім да, далаға шығып, қалтамнан затымды алып шығып тұрып, ойланып тұрып, сол жағыма қарап басам, екі кісі тұр, жаңағы кісі тұр, жүгіріп барып, тәте, мен ғой жаңағы жігіт. Қайтарасыз өтсем, мне некогда, я на свадьбу уезжаю деп қояды. Жоқ, енді ондай қиыншылық болса ала салмадыңыз ба? Маған айтады, мен үлгірмей жатырмын, маған тойға бару керек дейді, өтініш маған 2-3 минутта қайтару керек деп. Сөйтіп ол кісіні келістіріп алып келіп, қайтарып. Мәссаған. Содан кейін бір құлақтар болып қалғам, кеше аралап жүрген кезде бір шашыма қандай күтім айтасыз, не істеу керек еді, сіз енді сол саланың маманы болғаннан кейін не айтасыз деген ғой маған. Соның құлақтар болып қалдым да, сосын ойладым, бір шашқа күтім алайын дедім да. Сосын сатып алғам ғой, өзімді ала салайын деп. Болмаса жиде ала алмадым ғой. Құр қол келмейін деп дейсіз ғой. Құр қол келмейін деп, енді ұят қой. Қазақтарым бар ғой енді, шамалы. Сый болсын, көңілді ғой енді. Дұрыс. Мен Дина ханым, шынымды айтамын, мен қатты разы болып отырмын да. Мен ондай қиыншылықпен ол кофтаны возврат жасағанын мен білген жоқпын. Егер расымен солай болса, маған бір ауыз ескертсеңіз, енді мен ондай қатты қырсық емеспін. Ұят болады айтқан жігіт адамға. Жоқ, ұят емес, енді мен өзім қазір ыңғайсыз сезініп тұрмын да, сондай қиыншылықпен ол көп рахмет. Жоқ, қиыншылық емес, бәрі жақсы. Тамаша. Жыламаңыз. Жақсы ғой. Бұл неге жылап жатырсыз? Мен адамның шынайы көңіліне таң қалып тұрмын да. То, что человек старается, маған қатты приятно болып тұр, Дина ханым. Жыламаңыз, болды. Бәрі жақсы. Біз де қарапайымыз. Сөйтіп, көріп тұр, өте биязы жігіт. Жаңа отбасы жайлы, не үшін ажырасып кеткен жайлы барлығын түсіндірді. Негізінен бір үлкен мәселе жоқ, тек қана мінез, енді кешірімсіз, ол мінез жағынан ғана бір дұрыс емес, бір-бірін түсінбеушілік болған екен. Сөйтіп біз тамақтануға бардық. Тамақтауда кәдімгідей өзіммен шайымды құйып беріп, кәдімгідей максимально джентльмен да жігіт. Бір тамақты атқасам, ана тамақты да алып, мына тамақты алып, онда ештеңесін аяп тұрған жоқ та, кәдімгідей қол ашық, бір ниеті түзу адам. Дина ханым, мен соған қатты таң қалдым. Күшті қуансаңызшы, жыламай. Дина ханым, қош келдіңіз. Негізі бар ғой, Бұлбұл, сен жылап жатсың ғой, негізі ер азамат деген осындай болады. Ара қатынас, таныстық, қызға деген ілтипаты дәл осындай болуы керек дегендей ғой. И тем более ты уже заслужила. Қаншама қиналдың, қазір керемет жігіт келіп отыр. Классно.
негізі бұлбұлдың көзіне жасалып отқан да осы шығар. Ара қатынаста осындай нәрсе болу керек еді ғой, осының алдында мен неге осы нәрсе менде болмады деген сияқты бір қазір бір қуаныштың көз жастары деп ойлаймын бұлбұлдан бұл шығып жатқан. Сол басқа ешкімнің алып қосар жоқ, барлығы сіздердің әңгімелеріңізді естіп балқып отыр. Негізі жақсы әңгіме, бір ғана кездесуге өте күшті болды. Негізі бұл өте андай, мен өзім қарапайым жігіт болғаннан кейін бұл кісі менің дәрежеме түсуге өте тырысты да. Жоқ, мен сол кезде осы кісіге түсіндірдім. Мен сізден жоғары дәрежеде тұрған жоқпын. Біз бәріміз бір уровеньдамыз. Мен сол үшін мені өйтіп бір возвышать етіп отқаныңызға маған приятно, бірақ біз бәріміз бір уровеньдағы адамдармыз деп білемін. Не дегенмен сымбатты қызды таңғалдыру оңай емес қой. Сондықтан ойлайсың, мүмкін бір жерін жақпай қалама, қобалжу үстінде боласың. Өйткені мен ара қатынаста біраз болмағаннан кейін тежегішін қатып қалады екен. Берілмейді. Сосын жүресің, ой, не деп жатырмын, не істеп жатырмын деген ойлар кетеді. Бірақ сізге кездесу де қызда ұнады? Ұнады, бірақ бір ойым бар, алдындағы бір кісі бар ғой. Иә, алдындағы ара қатынаста? Араласқан кісі әлі ұмыта алмай жүр ма, негізі қатты сүйіп қалған секілді деп ойлаймын. Оны қайдан алдыңыз? Оны қайдан шығардыңыз? Біраз әңгімелерін естідім ғой. Өзі айтты ма сізге серік жайлы кездесуде? Қатырасыз бұл? Өзі сұрады, мен айттым. Жаңағы қандай отношение болды, қалай болды деген сияқты айттым жаңа ханым. Соған байланысты бұл сұрақ қойып кетейінші мен. Енді жігіт келді, кеше саған кездесулер болды. Ол эфирді Серік көрген жоқ емес, по-любому көрді. Серікке оны адамдар жіберді. Содан сен күткен жоқсың ба? Серік хабарласып қалады ау қазір деп. Жоқ, мен Серікті айттым, осының алдында бүкіл жерден бұғаттап тастағам деп айттым. Ол бұғаттағанда ол скрытый номермен звондасаң, ол бұғаттағанға қарамай звондап бара береді мысалы үшін. Білмеймін, маған ешқандай звонок келген жоқ. Енді мен былай ойлаймын, жаңағы сен айтып жатсың, қош келдің бауырым. Енді өзің өткен өмірі жайлы айтып жатыр, бұрынғы ара қатынас жайлы. Ол ара қатынас, ол ешкім көрмеген ара қатынас емес, ол бүткіл кәдімгі ел көрген ара қатынас. Ал ол ара қатынасқа сен ренжуің ешқандай несі жоқ. Ал наоборот, бұл қазір сондай бір көңіл күймен жылап, көңілі түсіп кетіп отыр да. Ал мен ойлаймын, сен дәп келдің осы қызға, сондай бір жарасын емдеуге, болмаса мен бірден білетін, егер басқа жігіт келіп жатса, бұл жерде тағы да бір Серік туралы ойлап, бір сондай бір жаман ойда болатын. Ал қазір қыздың көңілі өте керемет көтерілген, сен де бір жақсы бір сондай бір типажный деген жігіт сияқтысың да. Осы неңнен таймасаң, ол бұрынғы отношения жайлы сен ешқандай арам ойламай қой. Бұл қыз тек оны ұмыту жайында болды. Жоқ, Диана ханым, дегенмен де бар ғой, енді ізбасар өте дұрыс айтты ғой. Бұл ара қатынас Серікпен болған, бүкіл халықтың алдында болды. Егер де Айбат мырза біраз сені білгісі келсе, ол сол эфирлерді көріп ақ білуші еді. Ал сенің тарапыңнан өзінің экс-жігіттің жайлы айту өте дұрыс емес. Ер азаматтарға ондай нәрсе ұнамайды. Олар қыздың өткенде не болған да білгісі де келмейді. Әрине ой туындайды. Бәлкім мына қыз әлі де жіберген жоқ па? Бәлкім именно осы тақырыпқа сөйлеген кезде неге бұл ашылып маған әңгімесін айтады дегендей бәрібір ой түйіледі. Мен айтып еш, ассалаумағалейкум, қош келдің бауырым. Енді мына жақта қыздардың біразын сілекейлер ағып отыр ғой мына жігітке. Бірақ енді қызға соншалықты жағынам деп шай құйғаның дұрыс емес шығар енді. Жауап беру керек па сізге? Жауап бермей ақ қойсаң отыра берсең болады. Жауап берейін. Әр сәт, әр мезет, мысалы бұлбұлмен кездесіп жатқаным бүгін, ертеңгі ол менің тарихым ғой. Болашақ бола ма, болмай ма, сол сәтті бір ләззатпен қарсы алу керек та. Сол сәтті бір күшті қылып өткізген мен үшін күшті болады, жақсы болады. Жоқ, просто мынандай мәселе ғой, мен айта салайыншы. Даниярға айта салайыншы, пожалуйста. Шай құю туралы сен айтпай қойсай деймін да. Неге? Потому что бір рет дастарханның басында отырған кезімізде, Гүлназым бәріміз отырған кезде сен шай құйып берген жоқсың ба бәрімізге? Көңіл ғой көңіл. Әр сәт, әр мезет, бағалы. Болашақта не болатынын білмейміз, әр сәт тарих. Жоқ, Диана ханым, енді о кезде біз жұппыз, кәдімгі үйленуге дейін баратқанбыз. Бірақ мен есімде жоқ енді, құйсам құйған шығармын бірақ енді мына жерден жақсы құям екен шайды? Меруертті, ештеңе айтпай меруерт бар ғой. Көрген ғой. Жоқ, просто андай да бар, бүйтіп дұрыс айтып отқаның. Тарихи сәт енді джентльменский не шығар енді, бірақ енді
шай құйған енді қызға біртүрлі. Жоқ, қазір енді сен өз сөзіңе өзің қарсы шығып отырсың, Данияр. Просто біреуге бірдеңе айтпас бұрын сәл ойлану керек та. Тағы да айтарым енді қыздардың сілекейі деп жатсың ғой. Әркім өзінің сілекейіне ие болып. Дұрыс, брат, шай құйған дұрыс, красавчик, молодец, брат. Бізде жарнамадан кейін әдемі керемет басталған таныстық жалғасын таба ма жоқ па көрейік. Білем ғой, әдемі жаба саласында бір нәрсені әдемі көрсету үшін сондай бір сенің қызығушылығың бар сияқты көрсетесің. Ал негізі ар жағында сенде еш нәрсе жоқ. Сен сол баяғы бұрынғы адамды әлі де ойлайсың. Өйткені бұл кісіге де айтып бергеніңде айтып жатыр ғой, көзіне жас алып қалды, оның барлығы бекер емес деп ойлаймын. Айжан, негізі былай пікірің орынды, бірақ та мен ешкімді төмендеткен емес, бірақ ол адаммен қазіргі Айбат мырзаны салыстыруға келмейтін сияқты енді. Типажыма Айбат мырза менің келеді. Ол кездегі таныстықтағы адамға қарағанда біріншіден. Және де менде білмеймін, мен қазір өзімнен байқаймын, мен қазір бұрын айырылысқан кезде өздеріңіз білетін едіңіздер, мен қалай қиналамын, мен қалай любой ситуацияда жылап қаламын. Қазір менде ондай емес, мен расымен де бәрін жібердім деп айта аламын. Мен ұмыттым. Мен расымен де Диана ханым, енді ойбай, мен 10 күннің ішінде бір новый адам болып перерождаться етіп кеткен жоқпын. Мен уже түсінетін нәрсені түсіндім. Жіберетін адамды жібердім, мен алға қарай ұмтылып жатырмын. Пожалуйста, осындай енді мүмкін мен өзім повод беретін шығармын, бірақ осындай пікірлермен мені ұстап қалмаңыздаршы. Мен қазір де көп адамдардан сұраймын, бұрынғы қарым-қатынас жайлы бетіме баспаса екен деген сияқты. Мен ол қателігімді өте жақсы түсіндім. Ол маған үлкен бір өмірдегі бесценный опыт деп айтады ғой. Сондай болды. Диана ханым, негізі бұл ортаға шықса мен ғана сөйлейтін сияқтым бар ғой. Енді құрбым болғаннан кейін жақтағым келіп отырады ғой, қаншама қиыншылықтан өтті деген сияқты. Ол кездегі көз жас пен қазіргі көз жастың екеуін байланыстырып тұрған бір нәрсе бар да, жаңа айтып жатсың ғой, өткенде бір үміткер келді деп Айжан, иә. Шынайылық бұл жерде. Ол кезде де бір шынайылықты сезді да, бұл сол кезде одан бір көз жас шықты. Дәл қазір сондай бір шынайылықты байқап тұр үміткерден. Сол үшін де қазіргі көз жас. Және серікті айтатын болсақ, енді бұл 2 күн бойы біздің үйде мен қасымда қонды ғой, өткенде мен бір өзім қалған кезде. Мен ол кезде бір бұлбұлдан тіпті андай бір қайғылы нәрселерді естіген жоқпын да, меруерт, мен серікті қалай ұмытамын дегенде нәрсе болған жоқ. Мен серікті ұмыттым, ішімдегі нәрсені жібердім, меруерт, мен өз-өзіме таңғалып жүрмін деген сөздерді естідім да. Сол себепті Айбат мырза, сізге айтқым келеді. Ол нәрсе өткен отношения, я оған қызғаныш болады еркек адам болғаннан кейін, бірақ сол нәрсені сіз іште өзіңіз жеңе білу керексіз деп ойлаймын. Сіз келген кезде прекрасно біліп келдіңіз, что бұл қызда отношения болғанын. Және Айбат мырза айтты, мен мүлдем қызғаныш емеспін деп. Мен мүлдем адамды қызғану білмеймін деп маған солай айтты. Қызғану білмеймін. Жай бір сондай мен қылығым ұнамай қалды, сосын айтқаным ғой. Енді мен ойлаймын, бәрібір кез келген ер азаматқа қыздың өткен жігіті жайлы айтқаны ұнамайтын еді, ол айдан анық. Және бұл есті қыз, ақылды қыз. Не үшін әр әңгімесінде серікті араластырғанын мен әлі түсінбедім. Мен әр әңгімемде серікті араластырған жоқпын біріншіден. Одан кейін мен сұрақтар болды, бұрынғы қарым-қатынас жайлы, мен содан кейін жауап бердім. Негізінде Диана ханым, ол қыз адам ондайды әдейі айтпайды. Ол қыз баласы негізінде сұрап қалған кезде воспоминание деген нәрсе болды. Бір еріксіз адамнан шығып кетеді ондай нәрсе көбінесе. Қыздар керісінше барлығын әдейі ақылмен жасайды. Қыздар сіздер ойлағаннан да айлакер келеді, Ізбасар мырза. Жо, неғып бүйтесің сен деп. Жо, былай. Сол үшін менде еріксіз мынадай ой туындады. Мүмкін бұл әдейі серік жайлы көбірек айтып, жігіттің өзінен деген көңілін бір керісінше қайтарғысы келді ма деген ой туындады. Мен сұрайын деп едім сенен. Сен же айтып жатырсың, жоқ, мен қызғаншақ емеспін, мен ондай ештеңем жоқ деп. Ол сен 200-лік емес пе, мысалы қызғаншақ емес, сенде де қызғаныш болады бәрібір. Қалай сен қызғанбайсың? Іштей бәрі сенде бір не болады, қойма, ұмытпапты ғой деп. Или мүмкін сен, мен ойым сен жаңа беріп жатқан сыйлықтар, подаркілермен сен жаулап алғың келді. Дұрыс қызғана білу керек деп ойлаймын. Орнымен. Жерде, орнында. Бірақ енді жарайды, бұл қыздың айтып жатқан жаңағы ішіндегі мұңы бұрын ұмытпаған, бұрынғы экс жаңағы ғашығын ұмытпағаны сен түсінікпен қарайсың ғой, значит, сондай, иә? Түсінікпен қараймын, ұмыттыруға тырысамын. Вот, онда сөз берсең осыған. Хадиша? Негізі бұл манипуляцияның профессоры ғой, негізі айтқанда. Бірақ мен бүйтіп айтқым келіп тұр да, енді кездесуде шашыңды жаңа проблемасы бар деген сияқты намектап, еще торговый центрға барғанын қалай, білмеймін, бір намек сияқты көрсетесің да сен негізінде. Жоқ, мен намек емес, мен прямой айттым. Мен шашымда проблема бар, маған уход керек деп мен прямой айттым, Хадиша. Мен намектамаймын. Білмеймін, мен үшін сен намектайтын сияқтысың. Неге ашуланып жатырсыз? Бұл? Жоқ, жаңа киноға бір жарым сағат па, 1 сағат қалған кезде. Неужели сен үміткермен бір кішкене сырласып дегендей, именно жаңағы покупкаға кетіп қалу керек па, жаңа одежданы айтып, размерін айтып, оның не керегі бар? Былай айтқанда сен шағалаға ұқсайсың.
Хадиша, мынауыңыз енді артық болды. Не суди по себе. Егер саған ер азамат ондай ілтипат жасамаса, маған ол ер азамат сондай жасаса, мен соған лайықтымын. Болды. Мен сізге бір намек тап, маған осындай керек, менде осындай жоқ еді деп айтқан жоқпын. Кейбір покупка мен өзім алдым. Ал ана кофе айтатын болсақ, маған кеше айтты, сен кофтың қалыққа беді ғой деген сияқты сіз өзіңіз ілтипат білдірдіңіз. Ал шаш мәселесіне келіп мен кеше Айбат мырза келген кезде айттым, қалжыңдап, наращивание жасайсыз ба деп мен қалжыңдап айттым. Одан кейін айтты, маған сен шашың түсі уже басқаша екен деп өзіңіз айттыңыз ғой. Шашың түсі басқаша болып кетті, уже шашың өліп қалыпты деген маған сондай. Оны тірілту керек, оны бояу керек деген сияқты. Өзі маған сондай ұсыныс білдірді. Иә, мен шашым что-то дұрыс емес болып кетті. Маған шашыма жақсы уход керек деп мен сосын айттым. Ер азаматтың өзін маған ал шағала дегені сен өзің шағаласын. Егер саған ер азамат сондай бір жақсы бір іс-әрекет жасамаса, это не значит, что мен оны бір чайка сияқты қылып қабылдап алдым деген сөз емес. Мен осы кезде айтшы Хадиша, басқа ер азаматтардан бірдеңе қабылдап, ол лақтырып кетіп сөйтіп жүрген жоқпын ғой. Жоқ, мен саған дәл сондайсың деген жоқпын, сияқтысың деп айттың ғой. Шағала сияқтысың, сен шағаласың, екеуі бір сөз, Хадиша. Хадиша енді шағала деген кішкене ауыр екен. Ойша, Айжан, сен айтпай қойшы маған осындай сөздерді. Жоқ, негізінде енді сен көзіңмен көрмеген нәрсені фактылы шағала деп айтқаны өте ауыр негізі. Қаншама жігіттер отыр жанымызда деген сияқты. Бірақ та қараш, бұл енді бір кездескен, бірінші күні келген үміткерді жаңа торговый домға апарып, жаңа бір намек сияқты да, шынымен де біз енді қыздар шынымен де қуылау келеміз ғой. Менің шашым кішкене басқаша болып қалды деген сияқты бір алып бересің ба деген сөздің астары сияқты да, маған алып бересің ба осын деген сияқты. Қаншалықты орынды бір көрген жігітке ондай намектар тастау. Жарайды, енді мен үшін ол зат орынды, болды ма? Мен үшін ол зат орынды, ер азамат маған сыйлық жасағысы келді, жасады. Мен үшін ол орынды. Ер азамат өзінің ниеті бойынша жасады. Негізі, мысал ретінде бір адаммен танысып қаласың, жаңадан деп айтайық, иә. И ол адамның, например, мамандығы косметолог деп айтайық. Сол кезде ол уже сол адамның өзінің бір несі болса, проблемасы болса, сол адамнан сұрап бастайсың. Менде осындай бетімде проблема бар еді. Соған не істесем болады деген сияқты. Ол қалыпты жағдай деп ойлаймын. Бұл кісі колорист, бұлдың шашында действительно проблема бар, онда тұрған не бар деген сияқты. Оны чайкаға теңеп не керегі бар? Иә, Диана ханым, мен де толықтай келісемін. Өйткені қыз баласы негізі сыйлықты ала білу керек. Өйткені қыз баласы болғаннан кейін ол қызға, өз-өзін сыйлайтын қызға сыйлық та жасалынады, гүл де әперіледі, киім де әперіледі болашақта. Бірақ әрине енді, бірақ та кеше сендердің именно торговый центрда жүріп, ол блузканы алмағаныңа не себеп болды? Өзің алмағаныңа. Мен айтып кетсем бола ма? Мен басқа кофта алып қойдым да, ал ана кофтада бүйтіп аяқ басқа кофта алып, потом кейін көрдім ана кофтаны. Содан кейін білейін, ақшамды қимай қалатын момент болады, сөйтіп кетіп қалдым, и все. Негізі бұл кісі екі ойлы болды, ол сәтте. Алайын ба, алмайын ба деген сәтте болды. Үйтіп қатты кетіп, не істемей айтпай қойыңыздар, ұят болады. Бұл менің ниетім ғой. Бұл кісіге бір жылы лебізім, бір не сәт көрсеткім келді, бір жаққым келді. Білмеймін, сіздер олай қатты қабылдамаңыздар. Ол менің шаруам, алам ба, алмайым ба? Керек болса алып берем тағы. Енді дәл жаңағы әңгімені қыздардың айтып отырған өте ұят болып отыр да, бір жігіттер айтса бір жөн екен. Мына жақта енді қай қызға бір олай сыйлық берсе ұнамайды. Хадиша, саған да, Айжан, саған да дәл солай әперетін болса, сендер де ұялмай мәз болып алатын едіңдер ғой соны. Мына жерде қыз болып қызды түсінбей, мына жерде қызды төмендеткендеріңе бір жыным ұстайды да, или өтірік очко жасағыларың келе ма халықтың көзінше? Жоқ, мәселе очко жасауда емес. Мен былай айтқым келеді, енді алдыңғы ара қатынаста да сенде серік үлкен болды ғой, дұрыс па? Сол сияқты үлкен азаматтардан сен сыйлық алып, сонда намектар тастап үйреніп қалғансың да әбден. Привычка айналып кеткен да, ол уже. Соны істемесең сен тұра алмайсың деген. Я этого заслужила, и все. Жоқ, Диана ханым, алдын ізбасар бір әңгіме айтып қалып еді ғой. Әселеке ортада шыққан кезде, клубта жүретін қыздар, олар шағала қыздар дегенде, Хадиша, сен қалай жыладың осы жерде? Мен ол нәрсеге жылаған жоқ, мен басқа нәрсеге жыладым. Мен шағала дегенге жылаған жоқпын, ол басқа деп потом ізбасар түсіндіріп кетті ғой. Мен басқа нәрсеге жыладым. Шыны керек. Сен эфирде болған жоқсың ғой кезде? Мен болдым эфирде. Мен отырдым ғой сол жерде. Қайдан білейін? Білмеймін, шағала деген сөз саған нормаль сетін сияқты осы оған қарағанда. Сабыр, болды, ол сөзді көбірек айтпауға тырысайықшы негізінде. Басқа сұрақтар, әңгіме, пікір. Айтыш. Нұртас. Иә? Иә. Жоқ, Нұртас сол бір әдемі әуенді ойнады да. Мен енді білмеймін енді кімде қандай сыйлық кім беріп жатқанында мен өз басым шаруам жоқ. Мен ең басты қуанып отқаным Бұлбұлға осындай жігіт келгеніне қуанып отырмын. Өйткені Бұлбұлдың сөздерінен байқасақ, жігіт шынымен де сырт келбетімен ба, мүмкін өзінің сөздерімен ба ұнатып келе жатқан сияқты.
бір күн болса да сондай бір ощущение беріп отыр да. Сол себепті ойлаймын, что бұл енді жаңа өмір бастап өз бақытын тауып шынымен де өшеден тұрмысқа шығасын деген ойдамын. Сол себепті саған сәттілік тілеймін. Иә, мен ночоға қосыла кетейінші. Жалпы жігітті бағанан бері бақылап көріп отырмын да, сөйлеген сөзінен барлығы күшті, достойны, керемет. Әдемі жігіт келіпті енді. Іс жағынан болсын, жалпы сабырлы жігіт сияқты өзі. Бірақ менің ойымша, білмеймін қалай деп айтсам, бұлға негізі үміткер болып жақсы жігіттер келді ғой талай, бірақ бағаламай қалатын сияқты осы жігітше. Үміткерді бағаламайды дейді, өзі де үміткер болды емес пе? Жоқ, мен өзімді айтып жатқан жоқпын. Қойшы. Осы жігіт, осы сіздердің сыртқы келбеттеріңіз ұқсас негізінде. Иә, Жанар. Айбат мырзамен, иә? Келеді. Сол үшін мақтап отырған шығарсыз үміткерімізді? Жоқ, жақсы жігіт екенін көрініп тұр енді. Енді жігітті жігіт түсінеді ғой, бірақ ара қатынасқа келген кезде жақсы болып кетсін деп тілеймін, бірақ бұлбұлдың тарапынан бірақ сезім болмай қалды деп бәрібір төгіп. Қорқасыз ба? Бәрібір болмай қалатын сияқты. Оны уақыт көрсетеді ғой. Негізі мен айта кетейінші, бұлбұлға қатысты емес, жалпы қыздарға да енді, біздің отырған қыздарға да. Негізі сыйлық береді ғой, айтып жатсыңдар ғой, қыздар сыйлыққа лайық дейді ғой, аласыңдар ғой, бірақ соған взаимно ары қарай болсын да сендер жақтан да, қаршы. Алуын алып аласыңдар да сендер, бірақ бүйтіп ары қарай бүйтіп сезімдеріңді білдіріп не істемейсіңдер. Жоқ, Данияр, мен сенімен келіспеймін. Неге обязательно сыйлық бергенде сразу сезімді білдіріп, қол ұстасып, махаббат болып кету керек деген ол шарт емес. Негізі қыз баласы дайғана қабылдайды. Біз өзіміздің уақытымызды бөлгеніміз ол сіздер үшін үлкен сыйлық. Нұрдәулет? Жоқ, Диана ханым, мен кімнің Даниярдың айтып жатқаны былай ғой, енді сыйлық беріп жатыр да, жігіт ары қарай соны ынталандыру үшін кішкене болса да бір үміт беріп деген сияқты. Жігітке? Иә, кішкене сағын сынбау керек та, сағы сынбау керек жігіттің. Соны айтқысы келгенде ойлаймын. Жоқ, енді бізде былай ғой, ер азаматтан сыйлықты қабылдап алып, немесе әдейі, қасақана әдейі специально қабылдап алып, ертеңгісі күні жоқ, мен ешқандай сезім жоқ деп отырмаймыз ғой. Бұл адам да түсінеді ғой, примерно біздің отношениямыз қандай қарқынға баратқанын түсінеді, өзінің іс-әрекеттерін доғаратын болса доғарады, арқа қарай іс-әрекет жасайтын болса жасайды. Ол мен екі жақтың ниетіне де байланысты деп ойлаймын. Иә, Диана ханым, біз енді мына жерде сыйлықты біз сұрап алмаймыз ғой, өздерінің шын ниеттерімен бересіңдер. Ақыры бересіңдер ма, нормально, міндетсінбей берсеңдер. Жоқ, оны мен айтайыншы, Диана ханым, ол Даниярдың пікірін қатты қабылдап қалмаңдар. Ол Даниярдың пікірі андай ғой, бұл саған айтамын, мөлдір сен тыңдап отыр да просто. Сыйлық туралы ше. Мүмкін. Бұл таныстық жалғаса ма, Айбат мырза? Иә, Диана ханым, жалғасады. Иә, Айбат мырза, құтты болсын. Енді әдемі әңгіменің жалғасын келесі эфирлерде де күтеміз. Өйткені бұл таныстық маған өте қатты ұнап жатыр. Қымбатты көрермен, бүгінге осы Асхат Ханзада жобада әлі жоқ, және жалпы жобаға қайтып келеме үлкен сұрақ. Өйткені сыртта Жұлдыз ханыммен кездесіп жүр екен, бірақ ол кісінің әлі де ризалығын, келісімін ала алмай жүр деседі. Ертең шақырып көреміз. Я немесе жоқ, жобада қалады, немесе кетеді. Аман сау болыңыздар, махаббаттарыңыз мәңгілік болсын, ауырмаңыздар.